Армысыздар оқырмандар, менің бүгінгі айтатыным өт толу. Көп адамдарда осы өтім толып кетіпті, УЗИ жасасам өтім толған екен, қандай ем қолдансам болады, бұның асқынуы неде, қалай емдеймін деген сұрақтар жиі келіп жатады. Сол үшін осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Өт ол бауырдың астында орналасады. Өт бауырдың гепатоциттерінен түзіледі. Бұл өттің өзі бір күнде 1,5 литрға дейін өт түзіліп отырады. Өттің негізгі қызметі ұйқы безін белсендіреді, ішектің моторикасын реттейді, ішектің санациясын жасайды. Сондай бір асқазанға және 12 ішекке бөлініп, сондай ішектің микрофлорасын, моторикасын жақсартатын бір керемет орган болып табылады. Енді осы өт не үшін толады? Тағы да айтарым, ауру астан. Егер де біз дұрыс тамақтанбайтын болсақ, бұл өттің толуының 90% осы дұрыс тамақтанбаудың әсерінен болады. Себебі біз тамақтанған кезде қолымызға түрлі телефондарды алып, болмаса телевизор қарап отырып, дұрыс тамақтанбау, яғни бірден жұта салу, асығып жей салу, жолда жүріп жей салу деген сияқты. Болмаса таңғы асты ішпеу, осының әсерінен бізде өтіміз толады. Енді нақтырақ айтатын болсақ, мысалға біз тамақ ішердің өзінде бисмиллямызды айтып, дұғамызды оқып, тамақты ішуіміз керекпіз. Одан кейін барып, аузымызға тамақты салғаннан кейін өзімізде мына сілекей бөлінеді. Бұл сілекейде түрлі ферменттер болады. Яғни осы тамақты жақсылап 30 реттен кем емес жақсылап шайнап, сол сілекей арқылы ферменттердің бәрі бөлініп асқазанға түседі. Бұл асқазанға түскеннен кейін барып өт өзінікін бөліп асқазанның қышқылдығымен араласып жаңағы организмге жақсылап сіңеді. Керек емесі сыртқа шығады. Осы дұрыс тамақтанбаудан, кесектей жей салудан осы өттің толуы болады. Екінші бір себебі бұл асқазан қышқылдығының төмендеуінің нәтижесінде болады. Осының салдарынан да өттің толуы болып жатады. Негізгі мен сіздерге енді алдын алуын айтатын болсам, көп жағдайда таңғы асқа біз мән беруіміз керек. Суды дұрыстап қолдануымыз керек. Егер де сіздерде өт толды деп айтатын болса, сіздерге кеңесім суды 40 градусқа дейін ысытып ішкендеріңіз өте абзал болады. 400 мл, яғни 1 кружка, болмаса 2 кружка суды ақырын ұрттап ішу керек. Себебі біздің өтіміз түнімен толып тұрады. Егер де біз тамағымызды ішпей кетіп қала беретін болсақ, жұмысқа болсын, мектепке болсын, онда бізде өт толып, оның қызметі нашарлап, өт тасқа айналып кетуі мүмкін. Және де таңғы асқа майды жеуіміз керек. Май болғанда да сары май, болмаса қайырылған май, болмаса құйрық майы, өзіміздің қазақи майларды қолданғанымыз абзал болады. Бұл өттің дұрыс бөлінуіне жақсы септігін тигізеді. Және де кокос майын қолданған өте пайдалы болады. Егер де бұл кокос майын өзін бір қасық, бір чайны ложка ішеді, егер де бұл кокос майын іше алмай жатсаңыздар, айранға кокос майын араластырып, жылы судан кейін 10 минуттан кейін ішетін болсаңыздар, өттің жақсы бөлінуіне керемет бір септігін тигізеді. Және де өздеріңіз осы эпигастрия аймағы, яғни асқазан тұсын, асқазан бауыр тұсын іштеріңізді жақсылап, моторикасын жақсылап, сағат тілімен массаж жасап отыру арқылы моторикасын жақсарта аласыздар. Одан кейін барып жүру, күнделікті жүру, болмаса физикалық күштеме жасау. Тағы да бір еміне келетін болсақ, бұл тамақтануда жаңағы специяларды қолдану, кептірілген мысалға бұрыштарды қолдану. Бұл кішкене қышқыл бұрыштардың өзі өттің жаңағы сфинктерін тітіркендіріп, жақсы бөлінуіне көмектесетін жақсы бір табиғи дәрі болып табылады. Ал енді медикаментозды еміне келетін болсақ, бұл
хафитолды қолданса болады. Бұл да шөптен жасалған, өттің бөлінуін жақсартатын дәрі болып табылады. Мен айтты екенде бірден ішке салуға болмайды. Ультрадыбыстық зерттеу жасау арқылы, анализ тапсыру арқылы дәрігермен кеңесе отырып ішілетін нәрсе. Енді көп жағдайда осы өттің толуы, өттің дискинезиясы, жаңағы көп адамдар айтып жатады, осылай баламда өт толып кетті деп айтады деп. Тіпті 1,5 жастағы баланың өзінде өттің толуы кездеседі. Бұның да себебі көп. Бұл көп жағдайда жаңағы прикорм деп айтамыз ғой. Ананың балаға прикорм енгізген кезде түрлі магазиндегі заттарды беруден басталады. Яғни сусындардың, жаңағы пакетиктегі, тетрапакетиктегі сусындарды беруден, агушаның жаңағы пюре, мысалы мен енді агушаны жаман деп тұрған жоқпын, өзіміздің қолдан жасап берген тамаққа еш нәрсе жетпейді. Соның әсерінен де болады. Және де таңғы асқа өте жақсы көңіл бөлулеріміз керек, жемістер жеуіміз керек. Сол кезде өт толу болмайды. Құрметті оқырмандарым, осы өт толуға байланысты менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болса, лайк басып, подписаться етіп қойыңыздар. Кімнің өті толған болса, туысқандарыңызбен, сол адамдармен бөлісіңіздер. Ауырмайық, Алланың амандығында болып жүре берейік. Сау болыңыздар.